Жер бетіндегі Алматы ауылының түп атасы саналатын жеміс ағашын қалай сақтап қаламыз? Жоңғар Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи паркының қызметкерлері сиверс алма ағашының көшеттерін дайындап жатыр. Биыл олар 60 гектарда жасыл желекке айналдырмақ. Сөйтіп, Жетісу облысында орман қоры ұлғайту жұмыстары басталды. Тілшіміз Шыңғыс Қалиденді тыңдайық. 15-20 килограмм тұқым жинаймыз. Сол жинағанда осы мына бір шыққанда где-то бір 40-50 мың шығарып аламыз. Мінер Вишняковтың көшет өсірумен айналысқанына 40 жылға жуықтаған. Зейнет жасына жақындаған ол сиверс алма ағашы туралы сағаттап айтуға бар. Тұқымбақ жетекшісі өзге жеміс ағаштарына қарағанда сиверстің артықшылығы көп дейді. Осы бәрін шыққан осы алма сиверстің. Мынау морозостойкий, аурудан қорықпайды, мықты. Соған бізде жүрміз, сақтап қалуға тауын бәріміз, ұрпақтарымызға, немеремізге қалдырамыз деп, көбейтіп етіп жатырмыз. Бұл көшеттер 3 жыл бұрын егілген. Биіктігі 40 сантиметрден асып, табиғи жағдайда өсетін деңгейге жетті. Сол себепті мамандар тал шыбықтарды қазып алып, бөлімшелерге жеткізіп жатыр. Сарқандағы тұқымбақтан әкелінген сиверс алма ағашының көшеттері бүршік жармай тұрып, осындай қолдан жасалған тоңазытқыштарға көміледі. Тауда қар көбесі сөгіліп, тоң жібіген соң, мамандар орнына қайтадан қазып алып, тау етегіне апарып отырғызады. Жыл сайын біз 12 гектар егеміз. 6 гектар толықтырамыз, 6 гектар полностью егіп тастаймыз ол көшетті. Парк қызметкерлерінің басты міндеттерінің бірі орман қорын ұлғайту. Сол себепті олар жыл сайын 30 гектарға көшет отырғызып келеді. Нәтижесінде 150 гектар жер жасыл желекпен көмкерілді. Алқапты өрттен қорғау үшін биыл арнайы техникалар алынады. 300 миллиондай қаражат бөлініп отыр. Ол енді жаңағы көбінесе мына өрт өшіруге, өрттің саласына салатын техникалар, күзетке де арналған техникаларымызды жаңартайын деп отырмыз. Оның үстіне міне жарты жылдықтан кейін, жаздан кейін міне біздің еңбек ақымыз көтерілейін деп тұр. Башы бір есе. Жоңғар Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи паркі 2010 жыл құрылған. Қазір онда 300-ге жуық адам еңбек етеді. Қызметкерлердің жылдар бойғы еселі еңбегінің нәтижесінде сиверс алмасы өсетін аумақ ұлғайып келеді. Жан-жануарлар саны артып, адам аяғы баспаған тұмса табиғат бұзылмаған күйінде сақталып отыр. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Жетісу облысынан.